8 сәуір күні Елбасы кітапханасында оқушы жастарға халық қаһарманы ғарышкер Айдын Айымбетовпен және Қазақ тағамтану академиясынан келген биология ғылымдарының докторы Юрий Синявскиймен кездесу ұйымдастырылды. Айдын Айымбетов қатысушыларды келе жатқан ғарышкерлермен құттықтап, өзінің ғарышта болу кезінде Қазақ тағамтану академиясының дастархан 6 экспериментінің жүру барысы туралы баяндап берді. Біздің академияның дайындап берген тағамдарына Қазақстаннан өзге Ресей, ақш, Жапония, Иордания корольдігінің халықаралық ғарыш экипажы жоғары бағасын берген. Кездесудің жас қатысушылары ғарышкерлерге берілетін ас түрлеріне ерекше назар аударды. Сол себепті оларды ғарыштағы ас мәзірі, оның ғарышкерлердің денсаулығына әсері, биологиялық белсенді заттардың пайдасы, жер мен ғарышта ас дәмінің өзгеретіндігі қызықтырды. Осы және өзге де сауалдарға жауап беру барысында Юрий Синявский өз жұмысының мақсаты ғарышкерлердің ауқаттануы, технологиялар, тағам дайындау принциптері, азық-түлікті сақтау туралы да айтып берді. Біздің басты мақсатымыз ғарышқа ұшқан ғарышкерлерге төнетін қауіп түрлерін барынша азайту, деді ол. Ғалым Айдын Айымбетовтың қатысуымен болған ұшуда кальцийға бай, нәрлі заттары көп жылқы сүтінің құрғақ күйі тексерілгенін жеткізді. Сондай-ақ Юрий Синявский ағзаны витаминдермен және биологиялық белсенді заттармен толықтыратын сорпа, салат және басқа да тағам түрлерінен тұратын дастархан жиынтығын ұсынды. Студенттер мен оқушылар ғарыш мәзірінен дәм татып көрді.